Ассалаумағалейкум қазақ елі. Илья Ильин деген ауыр атлетіміз бар ғой біздің. Соның айтқан сөз туралы бір мақала шығыпты. Низкий поступок дейді. Илья Ильин қазақша сөйлеуді сұраған журналисті кемсітті. Хабар 24 телеарнасының журналисті Аслан Қаженов елордада отандық спорттың мықтылары жиналған бір жиыннан қынжылып қайтқанын айтады. Оның айтуынша жиналғандардың басым көпшілігі қазақтар болғанымен жиын орыс тілінде өткен. Ең сорақысы, қазақ тілінде ақпарат беруді сұраған журналистерді жиынға келгендердің бірі мазақ етіп қорлаған, деп хабарлайды Skif News. Артынан неге қазақша ақпарат бермейсіздер деп ұйымдастырушылардың мазасын алып жүрсем, бұрышта отырған Илья Ильин сенің жасап жүргенің низкий поступок дейді. Малсың, мәмбетсің дегені ғой. Өзім солай қабылдадым. Ауылдан шығып алып неге қыртасың деген сияқты. Ана жерде қан басқа шапты. Мен өз елімде, өз тілімде ақпарат ала алмай аузым бұрылып тұрғанда, мақтаулы ауыр атлетіміз осылай сөзбен періп қалды. Не деген сорлымыз. Расымен де мал яки мәмбет болып тұрмыз ғой деп жазды журналист дейді. Негізі біз қазақ мал емеспіз, бірақ Илья Ильин допингпен ұсталып, кезіндегі титулдарының бәрінен айырылған. Сол титулдарын алған кезінде бюджеттен ақша бөлініп, қомақты қаржы алған болатын Илья Ильин. Сол ақшаны үкіметке, билікке қайтарды ма екен, мемлекетімізге қайтарды ма екен. Одан кейін мынандай сөздер үшін, мемлекеттік тілді қорлаған үшін міндетті түрде қазақ халқынан кешірім сұрау керек. Мың жерден ауыр атлет болсын, допингпен, стероидпен алған титулдары боққа да тұрмайды оның. Сол үшін тізерлеп тұрып кешірім сұрау керек.